Tosnалық шама түсінігі, бөлістіру функциясы һәм тығыздық функциясы қасиетлері. Демек, бірінші tosnалық шама түсінігімен танысып өтеміз. Ықтималдықтар теориясының ахметлі түсініктерінен бірі болып есептелетін tosnалық шама түсінігін келтіреміз. Tosnалық шама тосналық түрді анау ямаса мынау сан мәндіктерін қабыл етуші шама есептеледі. Мәселен, тосыннан алынған өнімдер ішінде сапасыздылар саны, бір күнде туылған 100 нәрестенің ішінде ер балалар саны, n мәрте нышанға атқанда тиюлер саны, техникалық құрылманы тоқтаусыз істеу уақыты, бұлардың бәрі тосналық шамаларға мысал бола алады. Өзі тосналық шама дегенде тикарынан екіге бөліп түсінсек болады. Мысалы, адамның өмірінің өзін бұл тосналық шама. Ол үзіліксіз тосналық шама болады. Ал мысалы, нышанға тигенде атқанда тиюлер саны, бұндай тосналық шамалар дискрет тосналық шамалар деп аталады. Әдетте тосналық шамалар латын әліппесінің бас harfleri X, Y, Z һәм тағы басқалармен белгіленеді, ямаса грек әліппесінің кіші harfleri Xi, Eta, Zeta harflerмен белгіленеді. Ал оның қабілет етуін мәндіктері болса, әдеттегідей кіші X1, X2, ямаса Y1, Y2, ямаса Z1, Z2 арқылы белгіленеді. Xi тосналық шама тәжірибенің әрбір мүмкін болған ақыбетіне сәйкес қойылған саннан ibaret. Yani tecrübenin әрбір мүмкін болған ақыбетіне сәйкес қойылған саннан. Тәжірибе нәтижелерінің көптілігі элементар уақиялармен анықталған себепті тосналық шамаға омега элементар уақия кеңістігінің функциясы ретінде қарауымыз мүмкін. Мына бірінші мысалға қарайтын болсақ, тәжірибенің әрбір тәжірибенің нәтижесі деп айтқанымыздай, көріп тұрсыздар, тәжірибе тиынды екі мәрте тастаудан ibaret болса, онда омега элементар уақиялар кеңістігі төрт дана элементар уақиядан ibaret. Герб, сипыр, герб, сипыр. Демек, әрбір тәжірибенің ақыбеті не десіп қарайтын болсақ, Xi деген ол герб шығулар саны болсын. Онда Xi'дің мәністілері элементар уақиялардың функциясынан ibaret болып, оның мәністер кестесі төмендегіше болады. Демек, біздер Xi сипатында герб шығуларды алғанымыз себеплі, демек, екі дана герб шығады, мынада бір дана герб, соң бір дана герб, ұлыма герб шықпайды. Демек, бұл жерде Xi тосналық шаманың қабыл ететұғын үш мәнісі бар екен. 0, 1, 2. Ал екінші мысалға қарайтын болсақ, тәжірибе тиынды герб шыққанға шейін тастаудан ibaret дейді. Тәжірибе тиынды герб шыққанға шейін тастаудан ibaret. Демек, көріп тұрғаныңызда бұл жағдайда элементар уақиялар кеңістігін алады. Бұл санақлы болады. Яғни бұл тоқтамайды. Бірінші тастағанда герб шығуы мүмкін. Демек, мынада екінші тастағанда герб шығуы мүмкін. Мынада үш мәрте тастағанда үшінші рет герб шығуы мүмкін. Мынада төрт мәрте тастағанда төртінші мәрте герб шығуы мүмкін. Һәм тағы басқа. Демек, бірінші жағдайда үш мәнді қабыл ететін болса, ал екінші жағдайда болса, ал бұл тосналық шамамыз барлық натурал санларды қабыл етеді. Демек, біріншісінде мәнісі шеклі, екіншісінде мәнісі санақлы. Ал үшіншісі мысалды қарайтын болсақ, радиусы R болған дөңгелек тегіс экранда тосналы түрде ноқат пайда болу уақиясы бақыланды. Локаторда. Егер ноқаттың экран орайына шекенгі аралықты ноқаттан шекенгі аралықты Xi деп алатын болса, онда элементар уақиялар кеңістігі омега мына көріністе болады. Себебі бұл полный экранның, толық экранның өзі. Ал Xi ноқат болса, яғни шеңбер көрінісінде болады. Яғни екі өзгерушілік функция.
Demek, jumak çıgaratın bolsak, tosnalı şaman şekli мәністен kabul etü mümkün. Yaki, sanaklı мәністен kabul etü mümkün. Yaki, sanaksız мәністен kabul etü mümkün. Eken. Endi, tosnalı şamanın matematikal anıklamasını keltiremiz. Onun için, adetdeki omega apı ihtimal kengişlerinde kandayda bir hakiki мәністі funksiya aldı. Bu kompleksa buluğu mümkün. Prosto bizde darajadayla karab. Hakiki мәністі funksiya aldı. Bu funksiyamız anıklanı oblastta omega мәністер oblast R. Yani omega'nın R'ge söylendirici hakiki мәністі funksiya. Demek birinci anıklamamız. Eğer kalegen x tiyisli R, kalegen x hakiki sanı olsun. Kisi omega kişi x деген tengsizlikni şişemiz. Bu tengsizlik omega'ga qarata. Сөйтіп қандай да бір топлам пайда болады, көпілік пайда болады, бұл көпілік именно аға тиісті болады. Сол жағдайда кси функцияға бұл тосналық шама деп аталады. Жоғарыда келтірілген мысаллар бірінші есептерде айтады. Тосналы шаманы элементар уақиғалар кеңістігінің функциясын ібарат деп түсіну мүмкіндігін көрсетеді. Лекін омегада анықталған har қандай функцияны тосналық шама деп қарау мүмкін еместігін төмендегі мысалда көруіміз мүмкін. Demek, төртінші мысалда тәжірибе ойын кубигін тақлаудан ібарат. Onda omega 6 dena elementar vakıyalardan ibaret. Biz qanday da bir si omega teng omega degan funksiyani aldık. Oddiy apoy funksiya. Demek, A sigma algebra sifatında tömendeki köpükte aldık. Yani 4 vakıyadan ibaret köpük. Boz köpük omega taklardan mı, juplardan ibaret köpük. Demek, bunda sigma algebraga qarat. Si omega teng omega funksiya tosnalı şama bolmaydı. Sebebi bağanağı birinci anıklama boyunca kalegen x tiyisli eğer uşun x'inin x'ten kişi bulu vakiyasını alasın bolsa, yani bir de aksi omega'ga teng bolgan sebepte omega kişi 3,4'ten degen tengsizlik şişetin bolsak, onda omega'nın 3,4'ten kişi mənisi 3 olur. Böylemiş. Demek bizde de bunanday konusunda köklük yok sev anın işinde. Yani o ağa tiyisli yemiş. Demek, si omega teng omega degen funksiyani A'da anıklangan tosnalık şama dep aytuga hakkımız yok ekan. Biroq, demek bu tosnalık şama bolmayma degen savol tug'iladi. Bu albatta tosnalık şama bo'ladi, biroq boshqa A'da. Demek, maqsad shu A'ni topishimiz kerak. Demek, bu si omega teng omega funksiyamiz eng ulkan sigma algebrada anıklangan. Yani 2'nin 6 derecesi bo'ladi anıklangan. Ko'p sigma algebrada, yani anıklangan sistemada tosnalık şama bo'ladi. Bizler ulum alganda, endi bu 5-chi misolda A sigma algebraga qarata qandayda bir tosnalık şama barma degan savolga javob berilgan. Demek, A, yani adam payda bo'lgan sigma algebrada qandayda bir tosnalık şamani kirituv mumkinmi degan savolga javob beramiz. Demek, bunday sigma algebraga qarata A vakiyasının indikatori bo'lgan tosnalık şamani aluvimiz mumkin ekan. Indikator deganimiz bu hamma yerda bor sanavchi deb ataladi. Tek qana iki ma'nosidan iborat. A vakiyasi 100ga oshsa 1ga teng bo'ladi. A vakiyasi 100ga oshmasa 0ga teng. Demek, tömende bu indikatorning tosnalık şamanın anıklanmasını kanatlandırıp ko'rsatilgan. Bu yerda ko'rib turganimizday aniqlanmaga ko'ra, birinchi aniqlamaga ko'ra x'imiz x'dan kishi bo'lishi kerak. Bu yerda kelishib oldik, x'imiz qolgan haqiqiy son. Demak, qolgan haqiqiy son bo'lsa, men x'ni misoli
nölden kişe yamasa teң dep tаңдап алсам, demek indikatorдың nölden kişi болған мәнісі жоқ. Niye? Себебі birinci anıklamada bizde kısıydı x'ten kişi bulup katan tengsizlikten aldık. Demek bunday aymi kişkene elementar vakılardan ibaret köpülük bu boz köpülük bu. Ne tengsizlik şişimge iyi yemek. Al eğer x 0 мен 1'din arasında olsa көрініп тұрғандайсай, demek омеганың тиісті көпірліктері а шертті, яғни аға қарама қарсы уақиға болады. Егер де x-ті 1'ден үлкен деп алсақ, көріп тұрғаныңызда индикатордың екі мәнісі де 1'ден кішкентай болады. Яғни бұл сенімді уақиға. Енді сенімді уақиға дегеніміз бұл омега. Демек көріп тұрғаныңызда емне а омегаға тиісті, аға тиісті, бос көпірлік тиісті, а шертоян тиісті, омегада тиісті. Demek indikatorda A sigma algebraga qarata tosnalık şama ekenligini görüyoruz. Ondan soň bizler tosnalık şamalarda klaslarga ajratamiz. Demek birinçi görüp turgansızday diskret tosnalık şama. Diskret tosnalık şama. Diskret tosnalık şama degenimiz егер tosnalık şamanın kabul etetiğin мәністерін qandayda bir sanau mümkün bolsa, yani aytganda. Tosnalık şamanın мәністерін sanau mümkün bolsa, onda bunday tosnalık şama diskret tosnalık şama dep atıladi. Al uluma şekli bolup qalsa al егер мәністер, onda ol apvay tosnalık şama dep atıladi. Yani diskret tosnalık şamanın darajalary. Diskret tosnalık şama degenimiz onun kabiliyet eden мәнісleri şekle yamasa tanaklı bolsa boldu. Demek bunday tosnalık şama diskret tosnalık şama dep ataladi. Ondan keyin tosnalık şamanın bölüştürүү nizamı degen түсінікті kiritemiz. Demek екінші анықтама. Егер шекли яки санаклы санлар көплігі бар болып, her bir i үшін, demek x'дің x'ді қабілет ықтималдылары мен pi деп болады. Hem олардың қосындысын бірге тең болса, onda x'i tosnalık şama мен diskret bölüştürүүгө ие деп аталады. Demek diskret degeniz kabiliyet eten мәністер ya şekli болу керек, yamasa sanaklı. Diskret tosnalık şamanın мәністері менен мәністері болғанда міне бірінші x1, x2 һәм тағы басқа да xn мәністері менен оларға сәйкес келуші ықтималдыларды байланыстырушы кесте дискрет tosnalık şamanın bölüştürүү nizamı деп аталады. Demek diskret tosnalık şamanın bölüştürүү nizamı degenimiz ne dese, diskret tosnalık şamanın kabiliyet ettiğin мәністері менен оларға сәйкес келуші ықтималдыларды байланыстырушы кесте. Бұл diskret tosnalık şamanın bölüştürүү nizamı деп аталады. Sonuң менен diskret tosnalık şama hakkında түсінігіміз tamam boldu. Keyingi түсінікке өтеміз. Bunu екінші деп белгілеп алғанбыз. Екінші бұл bölüştürүү funksiyası һәм оның қасиеттері. Demek bölüştürүү funksiyası degenimiz ne? Onun үшін adetdegidey omega a p ықтималдык кеңістігінде қандайда бір x'i тең x'i omega деген tosnalık şama alamыз. X'i тең x'i omega дегенде omega'sının негізінде жазуу шарт емес. Просто түсінікті болу үшін жерде жазылған. Demek x'i дегенimiz бұл tosnalık şama. Yani бұл omega'nın funksiyası. Demek birinci anlatma. Bölüştürүү funksiyası.
Qalagan x tesla r uşundan. Yani qalagan haqiqiy san üçün anıqlangan. Sep, baganağı waqia kelişkendisi yuqarıdağı to'sqinlik şaman anıqlanmasında waqianın ihtimallığını hesaplayın. Bu ihtimallığı ko'rib x kat variysi. Demek qandayda bir funksiya paydo bo'ladi. Bu funksiya kichik to'sqinlik shamanini bo'lishtiruv funksiyasi deb ataladi. Odatda qolaylik uchun f at x teng p kichik x ko'rinisidan foydalaniladi. Buna iki bir ko'rinisine qaraganda buna ko'rinis sal Biroq endi buna iki bir degib aniq yozib qo'yishimiz kerak negizida. Ne istep atgan. Devam etemiz. İki bir teorema. Demek bölüştürü funksiya bo'lgandan keyin bu funksiyanın qasiyetlerini bizler bilmemiz gerek. Demek birinchi qasiyeti bu f x kimiy mitron funksiya. Yani x o'sgan sayin ular o'sadi. Bu aniq ko'rinib, sebebi bu ihtimollik. Ihtimollik bo'lgandan keyin o'sadi. Ikkinchi minus cheksizlik demanisi nolga teng. Ya'ni limit ma'nosini tushunamiz. Al plus cheksizlik ma'nosi bo'lsa 1 ga teng. So'ning bilan uchinchi qasiyatda f at x funksiyani shepdan uzluksizlik ko'rsatadi. Demak, biz funksiyani shepdan uzluksiz bo'ladi. Al to'rtinchi qasiyatda bo'lsa, onun al kishiga massa teng bo'lgan joqdayda ne bo'ladi deganda qasiyat ko'rsatilgan. Ya'ni bu o'ng limit. Eğer bizim bölüştürü funksiyamız uzluksuz bo'lsa, uzluksuz degan so'z bu shepdan ham uzluksiz bo'lishi kerak, o'ngdan ham uzluksiz bo'lishi kerak. Onda o'ng limit bilan shep limit teng bo'lishi kerak. Yani buna ihtimollik, yani skachok nolga teng. Sol joqda da biz bergan bölüştürü funksiyamızning uzluksizligi kelib chiqadi. Al 5-chi qasiyatda bo'lsa, to'sqinlik shamanning, kichik to'sqinlik shamanning qandaydir bir avvaralikqa jo'natishi ma'nosida qobiliyati o'tmoqligi keltirilgan. Demak, kichik to'sqinlik shamanning avvaralikqa tegishli ma'nosida qobiliyati o'tmoqligi f minus f a teng. Bu o'lchov, stilsiz o'lchovdir. Sonda-ham, agar f at x uzluksiz bo'lsa, bana yuqorida aytdim. Yamasa tek qana arkada x uzluksiz bo'lishi mumkin, yamasa a bu nuqatlarda da uzluksiz bo'lishi mumkin. Ол жағдайда ko'rib turibsizlar, buna yarım kesimde, yarım intervalların bərinin ihtimallığı f minus f'a teng. Sebebi uzluksuz deganimizda bag'ana yuqorimizda, ya'ni 4-chi qasiyatda kelib yuqorida 4-chi qasiyatda kelib uzluksuz to'sqinlik shamanning nuqatlik qobiliyati ihtimollig'i nolga teng. Sol sebepte barliq 4 ko'rinishdagi intervallardan bərinin ihtimollig'i f minus f'a teng bo'ladi. Al bu yerda 6-chi qasiyatda bo'lsa, f x bölüştürü funksiyasının uzluksuz nuqatlarının sani ko'pimen sanoqli ekanligi aytilgan. Ya'ni bölüştürü funksiyasi uzluksuz nuqatlar soni ko'pimen sanoqli. Bu yerda dalillar aniq ko'rsatilgan. Birinchi qasiyatda bana funksiyaning kemiymovligi qasiyati f1 qasiyatini dalilladi. Ya'ni a voqeasi kiritilgan ham b voqeasi kiritilgan. Bu yerda ko'rib turganingizday x1 dan x2 ga ulkan. Sol sebepli a voqea b voqeaning ulesi bo'ladi. Demak, a buning ulesi bo'lsa, uning ihtimolliği a'ning ihtimolliği b'ning ihtimolliği kichik massa teng bo'ladi. Demak, p a'ning o'rnidan f x1 paydo bo'ladi, p b'ning o'rnidan f x2 bo'ladi. Demak, bizim funksiyamiz kemiy metodun funksiya ekan. Al ikkinchi qasiyatda bo'lsa,
funksiyanın yani x minus şekslikке umutulganda nölge plus şekslikke umutulganda bolsa 1'ge teң көрсөткөн. Yani ол касиети мына аныклamadan көрсөтсөм болот. Эки bir аныкламада x'ga minus şeksizди койсак, кси омеганың минус шексизден мәнсі, кіші мәнсілер болуы мүмкін емес. Онда омега бос көпірек болады, бос көпіректің ықтималдығы нөлге. Ал x-ға плюс шексіз қойсақ, бұл сенімді уақия болады. Омега, кішкентай омега үлкен омегаға тиісті болып қалады. Үлкен омеганың ықтималдығы бірге тең болады. Ұлым алғанда ықтималдықтың қасиетінен келіп шығып, бөлістіру функцияның мәністері 0 менен 1-дің арасында жатады. Al üçüncü kasette endi onun funksiyanın şepten üzlüksüzlüğü görsetilir. Bu kaset ıhtımallықтың yukarıda üzlüksüz kaseti boyunca kelmiş. Al 5. kaset bolsa bagana yukarıda keltirgenimizdey mine A B interval biz bilemiz şart var A B'dan kişi bolganlıktan kisi kişi B'dan degen vakiyanı kisi kişi A'dan kosu kisi A menen B'nın arasında dep yazmak. Yani bu екі көпіректің қосындысы мына көпіректі береді. Hem бұл көпіректер кесіліспейді. Демек бұл екі тарифінен ықтималдық алатын болсақ, өлшеу алатын болсақ, онда мына көріністі жаза аламыз. Демек бұл оң тарифтегі ықтималдықты шеп тарифке минус қылып өткізіп, сонда бұл бөлістіру функциясының b нұқытта мәнісі пайда болады. Ал бұл болса бөлістіру функцияның a нұқытта мәнісі келешек. Жүде апвайт дәлелі. Ham бұл жерде бағанағы шарт бойынша функцияның қалғанларын ұқсас соған дәлелденеді. Ham bu yerде мәселен біреуін алайық. Егер мысалы бөлістіру функциясын үздіксіз болады деп алатын болсақ, бөлістіру функциясы үздіксіз деген сөз. Ол бүткіл сан туысында үздіксіз. Ham ол ықтималдықтың көрінісінде жазатын болсақ, demek kisi to'sqinlik şamanın bölüştürü funksiyası üzüksüz bolğanlıktan kisining a-ga teң bolu ıhtımallыгы 0'ga teң boladi. Demek ne? Mına ölçeği men mına ölçeği teң boladi. Demek üzüksüz jagdayında 4 köplükten ıhtımallыklары birdey boladi. Görüңüz mümkün. Al 6. kasette bağına. Yani eğer bölüştürü funksiyası üzüksüzge ие bolsa, onda olardın üzüksüz nokatlarının sanı sanaklı bolатын көрсөтүлөт. Endi savol tug'iladi bu yerda. Har qanday funksiya berilse, masalan, ne ko'p funksiya ko'p. Bu funksiyanın bölüştürü funksiya bo'lama, bo'lmaymi degan savolga javob berishimiz kerak. Demek bizlerge qolgan bir funksiya berilse, bu funksiyamiz bölüştürü funksiyasi bo'luvi uchun demek qanday shartlar o'rinlanishi kerakligi aytiladi. Yani bu iki teoremada Kolmogorov teoreması deb ataladi. Demek bu teoremada har qanday funksiyanın misal f1 ham f2, f3 qasiyetlerine ие bolsa, onda f bazı bir to'sqinlik şamanın bölüştürü funksiyasi ekanligi ko'rsatilgan. Demek f artı x funksiya qolgan har qanday funksiyamiz bölüştürü funksiya bo'lishi uchun ol yuqoridagi 3 qasiyatni qanoatlantiru kerak. Demek qolgan qasiyatlarni qanoatlantiruv shart emas. Mine. Demek baganağı 3 qasiyat qanoatlantirsa chet beriladi. Birinchi, любой bir funksiya bersa, ol funksiya ko'p bo'lganday kemiydi funksiya bo'lishi kerak. Ikkinchidan, ol funksiya minus cheksizlikda 0 bo'lishi kerak, al plus cheksizlikda 1 bo'lishi kerak. Ham ol funksiyamiz shepten uzluksiz.
Demek so üç kaset kanatlandırатын har qanday funksiyamız bölüştür funksiyası bu. Yani ayrim adabiyatlarda şepten üzdüksüz demeydi, onu ondan üzdüksüz demeydi. Әсіресе Европа memleketleri. Bu misal ne? Екі бір esletmede айтылған. Бөлістіру функциясының егерде кіші маса тең x конусты анықтайтын болсақ, бұл жағдайда біздің функциямыз ол шептен емес, оңнан үздіксіз. Екі бір мысалда не қандай да бір функция берілген. Бұл функциямыз не? С-да белгісіз, B-да белгісіз, A-да белгісіз. Қандай да бір хақиқи саналады. Демек, f(x) функцияның көрінісі берілген. Сауал туылады. Өзі бұл функциямыз қай уақытта бөлістіру функциясы болады? Бұл бөлістіру функциясы болмаса болмайды. Себебі тосыналық шаманың бөлістіру функциясы hakkında айтылған. Демек, біз сондай A, B, С-ларды табуымыз керек. Сол жағдайда bizim берілген функциямыз бөлістіру функциясы шәкілін қанатlandырады. Demek A'ga байланысты болады. Себебі арктангенс тұқты. Я А оң болады, ямаса А bu yerде терс. Бірінші мейлі А оң болсын. Онда бөлістіру функциясының f2 қасиеті бойынша ол минус шексіздіктегі мәнісі 0 болу керек. Лимиті, ал плюс шексіздіктегі лимиті ол 1 болу керек. Демек, бірінші минус шексіз қойсақ, арктангенс асты оң болған себепті минус шексіздіктегі мәнісі минус пи бөлу 2 болады. Енді плюс шексіз қоятын болсақ, оң болады. Онда арктангенстің плюс шексіздіктегі мәнісі ол пи бөлу 2 болады. Көріп тұрғанымыздай, екі белгісізді екі сызықлы теңдемелер системасы пайда болады. Бұл сызықлы теңдемелер системасын шешсек, міне, B 1/2-ге тең болады, С 1/2-ге тең болады. Пи 1/π-ге тең. Тап сол сияқты егер А нөлден кіші болса, онда бүйір минус болады. Бұл минустың есебі бірінші система плюс, екінші системасы минус. Demek бұл жағдайда B минус 1/2-ге тең, С 2-ден 1-ге тең. Демек, біздің функциямыз бөлістіру функциясы болу үшін f кісі x'дің көрінісі мына көріністі болу керек екен. Сол жағдайда ғана біздің функциямыз бөлістіру функциясы болады.